Бірінші тапсырмада суреттегі сағатқа қара. Сағаттың сағаттық тілі нақты қай сағатты көрсетіп тұр? Минуттық тілі ше. Сағат қанша? Суретке қараймыз сағатқа. Бұл жерде минуттық тіл және сағаттық тіл бар. Бұл жерде сағаттық тіл 9-ды көрсетіп тұр, минуттық тіл 12-ні көрсетіп тұр. Және де бізде дәптерімізге сағаттық тілі 9-ды немесе 21-ді көрсетіп тұр дейміз. Минуттық тіл 12-ні немесе 24-ді көрсетіп тұр. Енді бұл жерде сурет бойынша өзің басқа сұрақтар құрастыр депті. Сурет бойынша біздер сағаттық тіл немесе минуттық тілдің арасы неше минут деп сұрақ қоямыз және 15 минут деп жауап береміз. Келесі екінші тапсырмада сурет бойынша тура пікірді тап дейді. Сағат 10-на 20 минут өтті немесе 9 сағат 40 минут. Сағат 8 сағат 10 минут немесе 8-ге 10 минут бар. Сағат 9 сағат 40 минут немесе 10-ға 20 минут бар дейді. Бұл жерде тура пікір сағат 9 сағат 40 минут немесе 10-ға 20 минут бар деген тура пікірді білдіреді екен. Келесі үшінші тапсырмада уақытты анықта дейді. Үлгі беріліп қойған 4 сағат 39 минут немесе 16 сағат 39 минут деп мына сағат бойынша бізге үлгі беріп қойған. Енді біздер мына астындағы сағатта уақытты анықтайтын боламыз. Бірінші, екінші және үшінші сағаттар бойынша. Бірінші сағатта 11 сағат немесе 23 сағат. Мына жерде суретте көрсетіп тұр, 11 немесе 23. Бұл күндізгі уақыт, бұл жаңа кешкі уақыт, түнгі уақыт. Келесі екіншісінде рим цифрымен берілген сағат. Бұл жерде 10 сағат 10 минут немесе 22 сағат 10 минут. Келесі үшіншісінде 5 сағат 5 минут немесе 17 сағат 5 минутты көрсетеді. Дәптерімізге осылай жазып қоямыз. Келесі төртінші тапсырмада дүйсенбі күнгі сабақ кестесінің уақыттарын кестеге жаз дейді. Бірінші сабақ, екінші, үшінші, төртінші сабақтардың сағаттарын жазамыз. Оны дәптерімізге былай жазамыз. Бірінші сабақ 9 сағат, жаңа ровно 9-да басталады, ол 9 сағат 45 минутта аяқталады, ортасында 5 минут үзіліс болады. Келесі екінші сабақ 9 сағат 50 минутта басталса, 10 сағат 35 минутта аяқталады, ортасында 15 минут үзіліс болады. Келесі үшінші сабақ 10 сағат 50 минутта басталып, 11 сағат 35 минутта аяқталады. Келесі төртінші сабақ 11 сағат 40 минутта басталып, 12 сағат 25 минутта аяқталады. Келесі алтыншы тапсырмада бесінші тапсырмада электронды сағаттарда көрсетілген уақытты таңертеңгі, күндізгі және түнгі кешкі сөздерін қолдана отырып ата дейді. Біздерде мысалы бірінші 7-ден 25 минут кетті дегеніміз бұл қай мезгіл? Күндізгі мезгіл. 20:58 дегеніміз ол кешкі мезгіл. 00:34 дегеніміз түнгі, ал 15:02 дегеніміз күндізгі, яғни 3-тен 2 минут кетіп жатыр деген сөз. Келесі күнтізбені пайдаланып, жаз мезгілінде неше апта бар екен анықта. Шілде және тамыз айларындағы күндер санын қос. Қосындының мәніне маусым айындағы күндер санын қос дейді. Енді біздер жаз мезгілінде 13 апта бар екен білеміз. Енді шілде және тамыз айларында 31 күннен бар екен білеміз. Сонда біздер дәптерімізге былай жазамыз. Жаз мезгілінде 13 апта бар. Енді шілде айында 31 күн, тамыз айында 31 күн. Бұл 6-шы есептің әсінде 31-ге 31-ді қосамыз, 62 болады. Шілде және тамыз айларында күндер санының қосындысы 62 екен. Енді сол 62-ге маусым айындағы күндер санын қоссақ, 62-ге 30 қосамыз, сонда 92 шығады біздерде. Келесі 7-ші тапсырмада өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Үлгі беріп қойған 28-ге 33-ті қосамыз, одан 44-ті азайтамыз, 17 деп. Біздер сол осыған ұқсас өрнектер құрастырамыз. 52-ге 33-ті қосамыз, одан 44-ті азайтамыз, 17. 52-ге 33-ті қосамыз, одан 19-ті азайтамыз, 66.
94-тен 55-ті азайтамыз, оған 17 қосамыз, 66 шығады. 94-тен 55-ті азайтып, оған 61-ті қосамыз, 100. 72-ден 55-ті азайтамыз, оған 17-ні қосамыз, 34. 72-ден 55-ті азайтып, оған 61-ті қоссақ, 78 шығады. Келесі 8-ші есепте сағат 17 сағат 15 минутты көрсетіп тұр. 1 сағаттан кейін сағат қай уақытты көрсетеді? Әсінде сағат күндізгі 11-ді көрсетіп тұр. 2 сағат 45 минут бұрын қанша еді дейді. 8-ші есепте 17 сағат 15 минутке 1 сағатты қосамыз, 18 сағат 15 минут болады. Әсінде 11 сағаттан 2 сағат 45 минутты азайтсақ, 10 сағат 60 минут шығады. Одан 2 сағат 45 минутты азайтсақ, 8 сағат 15 минут шығады екен. Келесі 9-ші есепте ойлан тапқа берген. Құм сағаттары 7 минутты және 12 минутты көрсетіп тұр. Осы сағаттардың көмегімен 5 минуттың қалғанын қалай білуге болады? Көктемнің бірінші күнінен қыстың соңғы күніне дейін неше ай бар дейді. Енді бұл жерде асында 12 минуттан 7 минутты азайтамыз, 5 минут қалады. 7 минутты көрсететін құм сағат тоқтағанда 12 минутты құм сағатта 5 минут қалады екен.